Құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің ұлы дала дәстүріне хош келдіңіздер. Өзіміздің қазақ халқының да сан алуан салт-дәстүрлері бар. Халқымыздың салт-дәстүрлері қай халыққа болса да үлгі боларлық. Бастамас бұрын салт-дәстүрлерге туралы қысқаша мәлімет беріп кетсек. Салт әр ұлттың, халықтың дініміне, сеніміне, тұрмыс тіршілігіне, ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптар тұғырының негізі. Қазақтың бірнеше салт дәстүр мен ғұрыптарын атап өтсек. Атқа мінер баланың буыны бекіп, ат үстінде өзін-өзі ұстап отыра алатындай жағдайға жеткенде ашамай ерге мінгізіп үйрету дәстүрі. Бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында, түрлі жиын тойларда, қуаныш болғанда, той қуаныш иесіне арнап қол жайып бата береді. Бесікке бөлу. Нәрестені алғаш бесікке салу рәсімі. Баланы алғашқы бөле үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Бет ашар. Қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтының бірі. Келіннің бетін ашушы жас келінді ауылдың ардақты адамдарына, күйеуінің ағайын туыстарына таныстыру шумақтарын суырып салып айтуы шарт. Қыз ұзату. Ертеден келе жатқан екі елдің арасындағы екі жастың ағайын мен халықтың алдында баталып, отау құруға бастау болар салт дәстүр. Қырқынан шығару. Сәби дүниеге келгеннен кейін 40 күн өткенде сүт тырнағы мен қарын шашы алынып, теңгелер салынған суға шомылдырылады. Сүйінші. Қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық. Қуанышты сәттерді алғаш хабарлаушы сүйінші сұрайды. Сүйіншіге бағалы зат немесе ақша беріледі. Сүндетке отырғызу. Бұл дәстүр бойынша ата-бабаларымыз ер балаларын 5, 7 не 9 жасында сүндетке отырғызады. Тұсау кесер. Сәби қас тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып, ырым. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп аттамасын деген ұғымнан. Шашу. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы ұлттық салт. Шашу айтулы, қуанышты жағдайларға байланысты шашылатын құрт, ірімшік, өрік мейіз, кәмпит жиынтығы. Құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің ұлы дала дәстүрін заман өзгерсе де ұлттық салт дәстүріміздің көнермейтігін еске салып ұлттық мұраны қайта жаңғырту. Бүгінгі өздеріңіз куә болған дәстүрлерді көкелеріңізге тоқып, саналарыңызға сіңіріп алсаңыздар да артық болмас. Қазағымның салт дәстүрі жаңғырған, тәлімді ой сынағы тәрбие көзі қалдырған, салт дәстүрді ардақтайық ағайын, қазақ аты үлкен көші балдырған.